Кейбір кезде сарапшылар айтып жатады, мысалы мына бір кісінің дипломаттың галстугы дұрыс емес екен. Құрметтемеу немесе Иә. төмен деңгейдегі қарсы алу деп қабылдамау бұрыс нәрсе, себебі барлығы халықаралық протокол жағынан, ережелер жағынан сақталады. Неге біздің президентімізді, мемлекет басшымызды осындай жаңағы статустағы азамат күтіп алды? Қалыпты немесе позитивті болып саналатын кейбір әдет-ғұрыптар, кейбір сөз тіркестері басқа мәдениетте дөрекі немесе харассмент түрінде болып бағалануы мүмкін. Адамның оның репутациясы, имиджі, басқа адамдар оны қалай қабылдайтынында 60% оның сырт келбетіне, имиджіне байланысты. Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо дәл сол ерекше өте ашық түсті нәски кию арқылы танымал болды. Ол оның жеке бір жалпақ сөзбен айтқанда фишкасы. Аталған сапардың негізгі мақсатына байланысты протоколдық талаптарда ережелер әртүрлі болады. Сондықтан өзім де бұқаралық ақпарат құралдарынан байқаймын, енді өзім кішкене күлкілі нәрсе болып жатыр. Биыл енді Біріккен ұлттар ұйымының 80 жылдығы, құрылғаннан бастап 80 жылдық үлкен мерейтойлық дата. Біздің енді Қазақстанның мүше болғанына да 30 жылдан астам уақыт өтіп кетті. 92 жыл мүшелікке келді. Жалпы осы аралықта Қазақстан мен Біріккен ұлттар ұйымы арасындағы бір ауқымды деп айтылатын бір жобаларға тоқтала кетсек, ең маңыздыларына. Әрине, 30 жылдан астам уақыт бойы бүкіл жүргізілген бағдарлама жобаларды санау, сараптау ол мүмкін емес. Олар жүздеген, тіпті мыңдаған түрлі іс-шаралар әрине. Бірақ та мысалы үшін былтырғы жыл есебі бойынша ең бір ауқымды компаниялардың, науқандардың бірі бұл әрине білім беру, денсаулық сақтау бағыттары бойынша, мысалы үшін қатерлі ісік ауруына қарсы, қазір естіп жатсыздар, HPV, яғни ВПЧ-ге қарсы вакцинациялау қыздар, жасөспірімдер арасында. Бұл біздің дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тарапынан Қазақстанда былтыр 4,5 миллионға жуық адам аталған ақпараттық науқанмен қамтылды. Аталған науқан Қазақстан денсаулық сақтау министрлігімен бірлесе жүргізілді. Сонымен қатар білім беру саласында келгенде Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры, мысалы үшін әсіресе ауылдық жерлерде, шалғай жерлерде орналасқан мектептердің өте көп салалы интернетке қол жетімділігін арттыру бойынша гига жобасын іске қосқан болатын. Сонымен қатар барынша қыздарды, жасөспірімдерді бір нақты жаратылыстану ғылымдарына тарту. Оның ішінде ЮНИСЕФ-тің наносат деген бағдарламасы өте сәтті болып шықты. Жасөспірімдер арасында мынандай кішігірім спутниктерді жасау, жобалау бойынша, оларды сол салаға әуестендіру бойынша үлкен жобалар атқарылды. Қазіргі таңда еріктілерді тарту бойынша үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Және де ең бір үлкен агенттіктердің бірі Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасында негізінен экология, қоршаған ортаны қорғау, климат өзгеруімен күрес бойынша үлкен қомақты жобалар атқарылды. Оны нақты мысалдар десеңіз, мысалы үшін Қазақстанның 2060 жылға қарай көміртек бейтараптығы туралы стратегиясын жұмысын дайындау барысында Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары да қатысқан болатын. Және де мысалы үшін Қазақстанның әлеуметтік кодексі, жаңа қаралымы, ол да Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының көмегімен асты. Мысалы үшін ерекшелігі неде? Бұрын, мысалы үшін Қазақстанда кедейшіліктің деңгейі қандай формулаға негізделіп саналған болатын. Мысалы үшін ең бір тұрмыс деңгейін ең бір төмен шегіндегі минимальный прожиточный минимум дейді, соған қарай есептелген болатын. Ал Біріккен ұлттар ұйымының көмегімен қазіргі таңда әлеуметтік кодекс бойынша кедейшіліктің шегі орташа медиандық табыс мөлшерлемесінің 70% деңгейінде саналады, яғни бұл ең бір халықаралық стандарттарға сәйкес басқаша бейімделген болады. Айта кететін жағдай, мысалы үшін керемет жобалардың бірі, өзім ұнататын біздің даму бағдарламасы. Соңғы 5 жыл барысында экожүйелерге сәйкес келгенде қазақстандық экожүйелерді қалпына келтіру бойынша үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта бойынша бағдарламасы да бар. Мысалы үшін Қазақстан тұратын Ілбіс қар барысын, оның популяциясын қайта қалпына келтіру бойынша жұмыстар. Оны дегеніміз арнайы қазақстандық әріптестермен, тараптармен, мысалы үшін фотоловушкалар дейді, соған аталған жануарларды бақылау, бейімдеу, оларға қолдау көрсету туралы жобалар. Сонымен қатар былтыр Тұран барысын қайта
жаңғырту, яғни оның геномын қайта шығару бойынша жұмыстарға жобалық қолдау білдірілген болатын. Және де экожүйелерге келгенде, мысалы үшін өсімдіктер тарапынан оңтүстік Қазақстанда, Түркістан облысында тұраңғы ағашын қайта егу, тұраңғы ағашының жалпы популяциясын үлкейту бойынша, себебі аталған ағаш осындай шөлейт құмдық шөл жерлерде 4-5 тоннаға астам құмдық осындай жерді ұстап тұра алады тамырымен. Сондықтан аталған ағаштар, мысалы тұраңғы ағашы, шөлейттенуге қарсы бірден бір күшті құрал деп табылады. Сондықтан осындай жергілікті кішігірім жобалар баршылық, немесе Біріккен ұлттар ұйымының ауыл шаруашылығы азық-түлік ұйымына келсек, ФАО қысқаша, ол көбінесе ауыл шаруашылығы егіндіктеріне қолдау көрсету, мысалы үшін шөлейттенуге қарсы күрес. Қазіргі таңда біздің ауыл шаруашылығындағы фермерлерге жаңа бір технология жағынан, мысалы дрондарды қолдану арқылы қалайша аталған егіндік жерлерді бақылауға болады, аталған тұқымдарды қалайша ұтымды пайдалануға болады, суару жүйелері қандай деген сияқты осындай жобалар негізінен шоғырланған. Тағы бір Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты дамудағы мақсаты ол шығарындыларды азайту кіреді, ең басты мақсаттардың бірі. Осы орайда біз білеміз, Қазақстан осы 2060 жылға қарай ең озық қолжетімді технологиялар НДТ, НДТ жүйесін енгізіп жатыр. Қазіргі таңда экология министрлігі оны толықтай жазып бітті. Мысалы мұнай саласы болсын, тағы Казатомпром деген соның барлық салаларға енгізейін деп жатыр. Осы орайда Біріккен ұлттар ұйымы мен Қазақстан арасында бір ақылдасу, ол кісілердің тарапынан бір кеңес болды ма? Осыған тоқталайықшы. Әрине, біз өте тығыз жұмыстамыз, байланыстамыз үкіметпен, әсіресе экология министрлігімен аталған сұрақтар бойынша. Айтатынымыз қысқаша NDC, түсіндіріп айтқанда, мысалы үшін әрбір мемлекеттің ұлттық айқындалатын салымы, оның мөлшері, мысалы үшін көміртек шығарындылары арасында. Ол дегеніміз жаһандық деңгейде Париж келісіміне қатысты, және де қазір Бразилияда Белем қаласында болып жатқан тараптардың үлкен климаттық конференциясы КОП жанында өте маңызды. Сондықтан біздің Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан, Қазақстан үкіметі тарапынан өзара ынтымақтастықта үлкен жұмыстар жүріп жатыр. Аталған тұста Қазақстан мемлекетіне оның саяси жағынан қолдау көрсету деген сияқты. Сонымен қатар келер жылы сәуір айында Қазақстанда үлкен аймақтық экологиялық саммит өткізу жоспарланған. Аталған саммитте Біріккен ұлттар ұйымы қарамағында өтеді, біздің өзара әріптестікте. Сондықтан аталған саммитке бізде үлкен үміт артамыз. Негізінен дәл сол аймақтық негізде климат өзгеруімен күресті жандандыру. Оның ішінде Каспий, Арал теңізі мәселелері, және де жасанды интеллекті жауапкершілікпен пайдалану. Дәл сол климат өзгеруімен күрес жолында біз жасанды интеллект құрылғыларын қалайша ұтымды пайдалана аламыз деген. Сонымен қатар Орталық Азияға ең бір үлкен қауіп те, қатер де су тапшылығы және де су ресурстарын, трансшекаралық су ресурстарын басқару мәселесіне өте үлкен назар аударамыз. Жақсы. Жалпы түсінікті, 30 жылда атқарылған жұмыстар өте көп. Өзіңіз айтпақшы, жарты сағатқа сыйдыру мүмкін емес. Ол жаңа экологиядан бастап әлеуметтік қамсыздандыру тағысын тағы. Келесі сұрағымыз саясаткерлерге тоқталайықшы. Осы әлем саясаткерлері арасында дипломатиялық этика стандарттарын атау, ол қандай болу керек? Жалпы мысалы біз білеміз, теледидардан көреміз, кейбір кезде сарапшылар айтып жатады, мысалы мына бір кісінің дипломаттың галстугы дұрыс емес екен, мына кісі жаңа дұрыс шұлық дейміз ғой, носки киіп келмеген деген сияқты нелер. Осы бір қалыпты этика стандарттары бар ма? Біріккен ұлттар ұйымына қызметкер ретінде кіргеннен бастап, сен жұмысқа кіріспегелі бұрын ең алдымен кемінде 10 шақты арнайы кіріспе курс өткізеді. Бұл курстың тақырыптары, мысалы үшін адам құқықтары мен гендерлік теңдіктен бастап, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы, ішкі кодексінен бастап, өз-өзін қалай ұстау, адамдармен өзара коммуникация, тіл табысу жолдары, өз-өзін ұстаудың этикасы қандай деген сияқты, харасмент дегеніміз не деген сияқты түрлі курстар жүргізіледі. Себебі неде? Себебі халықаралық ұйымдарда осындай деңгейде әрине ең бір әмбебап халықаралық ұйым 193 мүше мемлекет. Сондықтан қызмет атқаратын адамдардың да жалпы тегі сол түрлі мемлекеттер, әрине тілі басқа, ділі басқа, мәдениеті басқа дегендей, осындай түрлі мәдени ортадан шыққан адамдармен өзара тіл табысу, бірге жұмыс жасау, ол әрине оңайға соқпайды. Сондықтан
барша қызметкерлерге ішкі этиканы сақтау, оны дәріптеу өте маңызды. Мысалы үшін бір ортада, бір мәдениетте қалыпты немесе позитивті болып саналатын кейбір әдет ғұрыптар, кейбір сөз тіркестері басқа мәдениетте дөрекі немесе харассмент түрінде бұл бағалануы мүмкін, иә. Мысалы үшін немесе бір адамды ренжітуі мүмкін. Сондықтан осындай мәселелерді, сұрақтарды, жағдайларды болдырмау үшін алдын ала осындай кіріспе курстар өткізіледі, және жалпы теориялық негізде этикаға, дипломатиядағы, саяси әлемдегі этикаға келсек, әрине ол өте маңызды. Жалпы өзім этика, протокол, этикет мәселесіне көп көңіл бөлетін адамдардың бірімін. Мен ойымша, жалпы коммуникация теориясына сүйенсек, адамның оның репутациясы, имиджі, басқа адамдар оны қалай қабылдайтынында 60% оның сырт келбетіне, имиджіне байланысты. Өзін қалай ұстайды, қалай киінеді, аталған киім, дресс-коды сол жағдайға орынды ма, әлде орынсыз ба, келе ме, келмей ме. 30% оның қалай сөйлейтініне байланысты. Дауысының тембрі, дауысының ырғағы, және де тек 10% ғана нені нақты айтып жатқанына байланысты, иә. Сондықтан мен ойымша, тек қана дипломатия саяси өмірде ғана емес, жалпы кеңес бүкіл салада жұмыс істейтін бір кәсіби, бүкіл барша адамдарға өзін өзі ұстау, жалпы өзін өзі қазір танымал болып қалды ғой, иә, buzzwords, өзіндік жеке бренд, жеке стиль, имидж дегендей, ол өте маңызды. Сіз сөйлегеннен гөрі, мысалы үшін бөлмеге кіріп қалғаннан сол сәттен бастап адамдар сіздерді сканер сияқты, QR код сияқты сканерлейді, иә, жалпы бітім, тұрысыңыз, келбетіңіз, өзіңізді қалай презентация таныстыру деген сұрақтарына қатысты. Мысалы үшін кейбір жекелеген детальдерге келсек, халықаралық дипломатияда әрбір деталь, әрбір элемент маңызды. Сондықтан неліктен, мысалы үшін кейбір адамдар өздері таңғалады, бір жоғары деңгейлі визиттерді, сапарларды ұйымдастырғанда, неліктен, мысалы үшін тіпті столдың үстіндегі тұратын судың температурасы қандай болуы тиіс, адамның аллергиялық, диеталық кемшіліктері немесе қандай талаптары қандай деген сияқты. Себебі осының барлығы бірте-бірте маңызды келіссөздердің нақты сәтті өтуіне ол да әсер етеді. Мысалы үшін адамның аталған сапардан қандай әсер алатынында. Ал кейбір жекелеген элементтерге келсек, керісінше мен ойымша кейбір өте танымал әлемдік көшбасшылар, саясат қайраткерлері кейбір элементтерді өздерінің жеке signature, жеке өзіндік ерекше элементі деп санайды. Мысалы үшін бұрынғы Канаданың премьер-министрі Джастин Трюдо дәл сол ерекше өте ашық түсті нәски кию арқылы танымал болды. Ол оның жеке бір жалпақ сөзбен айтқанда фишкасы, ерекшелігі мысалы үшін. Және де қандайды бір іс-сапарлармен басқа елдерге барғанда, енді сол елдер оған сыйлық ретінде сол елдің нақышымен жасалған нәскиді табыс ететін болды. Немесе жалпы стилі өз-өзін ұстау тұрғысы жағынан маған өте ұнайтын танымал британдық Маргарет Тэтчер ханым. Немесе Мадлен Олбрайт, ақш-тың мемлекет хатшысы болған Мадлен Олбрайт ханым, ол да өзіндік арнайы алқа, брош тағу арқылы өзіндік жеке стиль қалыптастырды. Ол да өз-өзінде үлкен кітап, энциклопедия шығарған болатын, менің броштарымның тарихы деген. Себебі әрбір келіссөздерге дайындалған сайын, әрбір іс-сапарларда түрлі алқа киіп, тіпті сарапшылар, саяси сарапшылар бүгін Олбрайт ханымның жалпы мінез құлқы, жалпы настроениесі қандай деген сияқты соған қарап болжайтын болған, мысалы үшін. Ол да бір жекелеген месседж коммуникацияның құралы деп білемін. Сондықтан біз де қазақстандық азаматтар бола тұра, бірақ та Біріккен ұлттар ұйымы шеңберінде оған халықаралық деңгейде ұлттық нақыштағы кейбір элементтерді, қазақ дипломатиясының элементтерін ұштастыруға тырысамын. Жақсы. Жалпы мысалы көбінесе көріп жатамыз, әлем саясаткерлеріне тоқтала берейік. Кейбіреудің сөзі немесе жестикуляция дейміз ғой, жестикуляциясы келесі жаңа мысалы бір келіссөз жүріп жатқан кезде ұнамай қалады да бір-біріне. Одан кейін барлық дипломатиялық қарым-қатынастары тоқтап, келіссөздің бәрі тығырыққа тіреліп жататын кездер болады. Осындайды айтып берсеңіз, жалпы имидж бен сыртқы стиль қаншалықты коммуникацияға әсер етеді, дипломатияға әсер етеді? Сыртқы стиль және имидж тікелей әсер етеді, себебі бұл коммуникацияның бірден бір құралы деп танимын. Мысалы үшін бір қызық жағдайлар болған, тіпті өз тәжірибемде кейбір келіссөздерде енді әрдайым, әр минут сайын қызық бола бермейді ғой, мысалы үшін мазмұны, жас бір жұмысты бастағалы кейін бір тұңғыш бір 1-2 жыл барысында кейде жалығып кетеміз,
немесе бір телефонға қарап сутка шұқылап отырмыз. Оның барлығы әсер етеді, иә. Мысалы үшін қарама қайшы тарапқа, мысалы үшін делегация мүшелерін өзіңіз қалай ұстау дегендей. Немесе тағы бір протоколдық жағдай, мысалы үшін мен бұрын Қазақстан Республикасының қоры, президенттің қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институтында жұмыс істегенде біз ислам ынтымақтастық ұйымының форумын ұйымдастырмақшы болдық Алматы қаласында бір осыдан 10 жыл бұрын. Әрине бұл ұйымның хатшылығы Джидда қаласында орналасқан, ал форумды Алматыда ақпан айында өткізгенбіз. Аса суық емес, бірақ та бір 0 градус шамасында ауа райы, бір жеңіл пальтомен жүретін кез. Сол түнде мен әріптесіммен аэропортқа барамыз, аталған делегацияны қарсы аламыз. Сол ұйымның хатшылығының бас хатшысы және оның 4 орынбасары. Аталған тұлғалар мүмкін ауа райын көрмеген, климаттың қандай екенін өте жеңіл жазғы костюмдермен келіпті. Сосын далада қар, мысалы үшін кішігірім қар бар. Сөйтіп олар жаурап бізге айтады, бізге арнайы термобелье, жылы қысқы куртка, қысқы аяқ киім алып беріңіздерші. Сонда маған әріптесіме аталған қосымша форумды ұйымдастыру керек. Сөйтіп біз тез арада 1 сағаттың ішінде, есімде сол бұл дүйсенбі күні болған. Таң атпастан бастап бүкіл Алматы қаласының дүкендерін аралап, туралы «Джентльмен удачи» фильмінде мен магазинге кіремге айтам, маған ерлер аяқ киімі керек, размерлері 43, 44, 45 дегендей. Сөйтіп 1 сағаттың ішінде тауып беріп, оларға қонақ үй жеткізіп беріп, барлығын қамтамасыз еттік. Бірақ та форум өте сәтті, табысты өтіп шықты. Бірақ та сол кішігірім элементтер, адамдардың қонақжайлығы, қалайша детальдерге назар аударатыны сол тұлғаларға, тарапқа өте үлкен әсер етті. Олар айтады, біз Қазақстанда соншалықты жылылықпен есте сақтаймыз деп. Бірақ бұл Ондай кішігірім ситуациялық жағдайлар болып тұрады, әрине. Сондықтан мен ойымша бұл жерде қайта мысалы этика сұрағына келгенде адамның бойындағы икемділікке де байланысты. Мысалы үшін осындай жағдайларда тез шешім қабылдау, тез икемді болу және де өзінің деңгейіне, лауазымына қарамастан кішіпейіл болу. Ол да мені бұрыннан аға буын қызметкерлері үйрететін бір негізгі дағдылардың бірі. Сонымен қатар маған өзіндік бір ерекше ұнайтын Иордания мемлекетінің патшайымы Рания ханымның стилі, өзін өзі ұстау және де қаншалықты болмасын, олардың да протокол ережелері қатаң, бірақ та соны ұштастырып, заманауи стильмен ұштастыра білетін жандардың бірі. Сосын Испания мемлекетінің патшайымы Летиция ханымның стилі өте ұнайды. Немесе мысалы үшін Трамп жұбына қайта келгенде, Мелания Трамптың қаншалықты адамдар дей тұрғанмен, бірақ та стиль жағына келгенде, мысалы үшін әсіресе оның бұрынғы президенттік мерзімі шеңберінде олардың жасаған халықаралық іс-сапарларында, мысалы үшін өзім байқап отырам, Мелания ханымның, оның имиджмейкері, стилистері өте жақсы жұмыс жасайды. Мысалы үшін қандай барған мемлекетке дәл сол Меланияның стилін сақтай отырып, бірақ та сол мемлекетке ерекше құрмет көрсету белгісі арқылы сол мемлекеттің ерекше бір нақышы, өрнегі, орнаменті немесе қандай да бір оған тән матадан тігілген, жекелеген элементтерді ұштастырады. Мысалы үшін қарап көрсеңіз, желіде бар, мысалы суреттер, Трамптардың Үндістан мемлекетіне жасаған сапарында Меланияның келбеті, мысалы үшін, немесе Қытайға жасаған сапарынан. Сондықтан оған бұрысты үрдістер болып жатыр. Мысалы үшін жақында өткен Қытайдағы Тяньцзинде Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде көріп жатсыздар, көптеген көшбасшылар, мемлекет басшылары жұбайлармен бірге келген болатын, бірақ та мен де оны өз әлеуметтік желімде сараптаған болатынмын. Кейбір мемлекет басшыларының жұбайлары жалпы идея жақсы болғанымен, мысалы қытайлық ұлттық чипао негізінде көйлек жасау, бірақ та оның нақты жасалуы, пішіні, өлшемі адамға, тұлғаға сәйкес келе ме жоқ па, сол жағынан ақаулар болды. Сондықтан ақыр аяғында аталған образ соншалықты сол стилистер көздеген мақсатқа жете алмады. Сондықтан мен ойымша бұл сұрақтарда, бұл шындап келгенде өте үлкен мәселе және өте үлкен, терең, жалпы зерттеуді талап ететін, үлкен жұмысты талап ететін жұмыстардың бірі.
Менің ойымша қазіргі таңда мысалы біздің деңгейге, ұлттық деңгейге келгенде өз-өзін ұстай білу, дұрыс имиджді қалыптастыру, мысалы үшін әрбір адамның бойында осындай бір стильге қатысты талғам бола бермейді ғой. Мысалы үшін талғам жоқ болса, онда қазіргі таңда стилистер қызметтері баршылық. Менің ойымша бұл өте маңызды, себебі өзім сондай өзіне ұқыптылықпен қарайтын тұлғаны кездестіргенде, менің ойымша бірден мен айтам, аталған адам өзіне де, басқа оны қоршаған адамдарға да, ортаға да үлкен құрметпен қарайтын тұлғалардың бірі, себебі үлкен уақытты, үлкен еңбекті қажет ететін. Шынымен де өзінің имиджімен жұмыс істеу, жаңағы өзіңіз айтпақшы дикция, сөз таптау, оның барлығы үлкен еңбекті талап етеді. Тағы бір сұрақ, мысалы әлеуметтік желіде бір шум болып жатады. Мысалы мемлекет басшысы басқа бір елдерге барса, оның президент емес, көмекшілері немесе премьер-министрдің орынбасары деген сияқты лауазымды тұлғалар күтіп жатады да. Сосын енді әлеуметтік желіде тиісінше пікірлер пайда болады. Неге біздің президентімізді, мемлекет басшымызды осындай жаңағы статустағы азамат күтіп алды, неге президент күтіп алмады? Осыны түсіндіріп өтіңізші, сіз енді дипломатияны білетін, зерттеген адам ретінде. Жоқ, оны қандай да бір құрметтемеу немесе төмен деңгейдегі қарсы алу деп қабылдамау бұрыс нәрсе, себебі барлығы халықаралық протокол жағынан, ережелер жағынан сақталады. Әрбір мемлекеттің жалпы протоколдық ережелері түрлі. Мысалы үшін қандай кездерде, қандай жағдайларда аталған тараптарды, қонақтарды, делегацияларды мемлекет басшысы деңгейінде, үкімет басшысы немесе сыртқы істер министрі деңгейінде қарсы алатын дегендей. Сондықтан ол сапарлардың деңгейіне байланысты. Жалпы сапарлар бірнеше деңгейге бөлінеді: ресми іс-сапар, жұмыс іс-сапары дегендей, немесе мысалы үшін қандай да бір елде үлкен халықаралық басқосу болғанда, мысалы үшін саммит, ол да басқа бір дүние. Сондықтан әрбір сапардың түріне, аталған сапардың негізгі мақсатына байланысты протоколдық талаптарда ережелер әртүрлі болады. Сондықтан өзім де бұқаралық ақпарат құралдарынан байқаймын, енді өзіне кішкене күлкілі нәрсе болып жатады. Сондықтан оны қандай да бір тарапты құрметтемеу белгісі емес, дәл сол протоколдық ережелерге сәйкес немесе сәйкес еместігі жағынан бағалау тиіс. Сондықтан бірақ та әрине кейбір жағдайларда аталған ережелерді біле тұра бұзу арқылы қабылдаушы тарап өзінің мүддесін, ұстанымын білдіреді. Мысалы үшін бұл осыдан 2 жыл бұрын ба, ол әлде 3 жыл бұрын ба, қателеспесем, бұрынғы Германия үкіметінің бір өкілі Қытай Халық Республикасына сапармен келіп, оны аэропортта ешкім қарсы алған жоқ, аталған қызыл кілемді ешкім жайған жоқ. Себебі аталған тұлға сол сапардың алдында Қытай Халық Республикасына қатысты бір аса саяси бір астыртын келеңсіз комментарий жасаған болатын. Сондықтан ол да бір белгі, Қытайдық қабылдаушы тарапына, сіз әрине бұл сапар алдын ала жоспарланған болатын, бірақ та біз сізге осындай сый-сияпат көрсетеміз дегендей. Сондықтан бұл дипломатия мәселесіне келгенде өте астыртын, бір белгілерді бағалау тұрғысынан өте маңызды. Дұрыс айтасыз, әрбір іс-әрекет, әрбір жасалған дүние ол сөйлеп тұрады. Мысалы, жаңа Зеленскийдің да киімін айтты, ол осы киімінен ақ өзі мысалы Бұхарамен сөйлесіп тұрды. Біздің елімде осындай жағдай, мен осындай киінемін деген сияқты. Бізде жаңағындай костюмге немесе неге пиджак кию уақыт жоқ деген сияқты дүниелерді айтып тұр. Жаңа өзіңіз айтқан мысалда да сондай, кереғар дүниелер болған, соның арқасында ешкім күтіп алмай отыр екен. Жақсы, алып қосарыңыз болса, өзіңіз білесіз, әлеуметтік желінің регламенті бар өзінің, көп адам ұзақ нәрсені көре алмайды. Сондықтан осындай қысқа нұсқа түрде осы дипломатияның қыр-сыры, имидждің қыр-сыры деген сияқты дүниелерді білгіміз келді. Сол өзіңіздің алып қосар дүниеңіз болса? Рұқсат болса, осы біздің Біріккен ұлттар ұйымының 80 жылдығы тарапынан жүргізілген түрлі іс-шараларға тоқталып өтсем, қысқаша. Әрине, ұйымға 80 жыл толды биыл, сондықтан ұйым аталған 80 жылғымен тоқтап қалмайды. Әрі қарай қызмет етуде, дамуда, одан да көп, одан да 80-100 жыл берсін ұйымның жұмысына. Сондықтан, мысалы үшін, ұйымға әрине халықаралық деңгейде көріп жатырсыз, үлкен сын айтылып жатыр, ұйымның соншалықты эффективтілігі төмен дегендей. Бірақ та осы жерде айта кететін жағдай, көбінесе адамдар
мүмкін бұқаралық ақпарат құралдарынан еститін ақпараттарға сай, мысалы үшін ұйымды көбінесе ең бір жоғары санаттағы келіссөздердің алаңы деп қабылдайды. Бірақ та іс жүзіне келгенде біріккен ұлттар ұйымының негізгі 90% жұмысы дәл сол жергілікті деңгейде орнықты даму мақсаттарын қолдау, жергілікті аудиторияның, халықтың хал жағдайын жақсарту, және де мысалы үшін Қазақстанға келгенде ұйымның атқарған қызметінің ерекшеліктері, нәтижелері едәуір зор деп айта аламын. Сондықтан 80 жылды сараптай келе біз Қазақстанда үлкен бұқаралық шараларды өткізген болатынбыз. Біріккен ұлттар ұйымы күні, жақында ғана Шымбұлақ шыңында әлемдегі ең үлкен Біріккен ұлттар ұйымына арналған муралды қазақстандық суретші Әділ Әубекеровтың көмегімен жасалған болатынбыз. Ол да бір халықаралық деңгейде өзім мақтан тұтамыз, ол Қазақстан жерінде біз шығарғанымызды. Сонымен қатар кішігірім анонс. Келесі аптада 25 қарашада біздің жыл сайын өткізетін гендерлік зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күндік белсенділік науқаны шеңберінде біз жергілікті компаниялармен бірлесіп зорлыққа жол жоқ атты кинофестивальді бастаймыз. Сол биыл ол Астана және Шымкент қалаларында өтеді. Фестиваль бағдарламасында түрлі фильмдер бар, оның қазақстандық фильмдер, Қырғызстаннан фильм, Непал мемлекетінен бір фильм. Сондықтан оның ашылу салтанаты 25 қарашада кешкі сағат 6-да Чаплин кинотеатрында Мега Силквейде өтеді. Сондықтан Астана қаласында келемдеушілер болса, есік ашық. Барлық фильм көрсетілімдері тегін негізде өтеді. Сондықтан тек қана тіркелу қажет. Тіркелу сілтемесі біздің UN Қазақстан парақшасының айдарында. Жақсы, Эльнара, уақыт тауып келгеніңізге рахмет айтамын. Рахмет сізге. Осы 80 жылдықтарыңыз тағы да мерейтойлық дата құтты болсын. Алдағы жоспарларыңыз дұрыстап орындала берсін, жүзеге аса берсін деген тілектеспіз. Бұйырса сұхбат күтеміз енді. Рахмет сізге.